Ертеде қазақ даласында Айбар деген зерек бала өмір сүріпті. Бір күні ауыл шетіндегі батпақ маңында түнде әлдебір көкшіл жалын жанып, бірде пайда болып, бірде жоғалып кететінін байқайды. Бұл елестің жарығы. Көшпелі от. Бірақ Айбар қорықпады. Ол атасы Қасым Ақсақалға жүгінді. Балам, әр нәрсенің ғылымда түсіндірмесі бар. Қорыққан білмегеннен қорқады. Білген адам шырағын жағады. Айбар ауыл кітапханасынан оқып, іздене бастады. Ол батпақта шіріген өсімдіктер құрамында фосфор болатынын білді. Шіріген кезде одан фосфин мен басқа сутекті қосылыстар түзіледі екен. Бұл газдар ауада өздігінен тұтанып, әлгі ғажайып оттың тудырады. Сонда бұл елес емес, ғылым ғой. Бірақ бір күні ол тағы бір қызыққа тап болды. Мектеп зертханасында тәжірибе жасағанда фосформен дұрыс жұмыс істемегендіктен оның киімінен әлсіз жарық байқалды. Айбар түнде жарқырайды. Сонда атасы тағы да ақыл айтты. Қылым жарық. Бірақ тәртіпсіз қолдансаң, ол саған сабақ береді. Ғылымде тек қызық емес, тәртіп. Қолғап пен көзілдірік сенің қорғаның. Қауіпсіздік бар жерде ғана білім шын жарыққа айналады. Айбар қауіпсіздік ережесін үйренді. Ол ауыл балаларына фосфордың тарихын айтып берді. Неміс алхимигі Хеннинг Брандт фосфорды алғаш ашқанда, оны философиялық тасын таптым деп ойлаған. Содан бастап ауыл балалары көшпелі оттан қорықпайтын болды. Керісінше, табиғат құбылыстарын зерттеуге қызықты. Бір күні Айбар мектепте фосфордың маңызы туралы баяндама жасады. Фосфор мен кальцийдің ағзадағы тепе-теңдігі маңызды. Артық фосфор сүйекті әлсіретеді, ал артық кальций бүйрекке тас жиналуына себеп болады. Демек, денсаулықта теңдік пен тәртіпте. Қазақта теңдік бар жерде тірлік бар дейді. Ғылымда өмірде тепе-теңдікті сүйеді.